2011 жылы Техас штатының Эль-Пасо қаласында Эдди Диас әйелі Шеннонның жанында отырып, оның босануын күтуде. Олар ол балаға өмір сыйлайды және оған Кристофер деген есім береді. Дәрігерлер Эддиден кіндік бауын кескісі келеме деп сұрағанда, ол сәл кідіріп, қобалжиды. Бірдеңені дұрыс істемей қоям ба деп қорқады. Шеннон оған мейіріммен қарап, оның соғыс даласында медик болғанын еске салады. Эдди жымиып, қайшыны алып, бәрін мінсіз орындайды. Кейінірек ауруханада олардың ата-аналары немересімен танысуға келеді. Шеннонның анасы Эдди қанша уақытқа дейін осында болатынын сұрайды. Бірақ Шеннон оның келесі аптада Ауғанстанға қайта аттануы керек екенін айтып қояды. Бұл жаңалық отбасын мұңайтады. Бірақ Эдди оларды жұбатады, неғұрлым тез кетсе, соғұрлым тез орала. Сол сәтте Шеннон оған кішкентай қара қорапша береді. Қызыққан Эдди оны ашып қараса, ішінен жолаушылардың қамқоршысы саналатын әулие Кристофердің медальоны шығады. Шеннон бұл медаль оны қорғайды және отбасында оның күтіп отырғанын еске салып тұрады дейді. Эдди оны сүйіп, қандай жағдай болса да оралатынына уәде береді. Кадр 2019 жылға ауысады. Лос-Анджелесте Эдди Диас қазір 118-ші бөлімде өрт сөндіруші болып жұмыс істейді. Ол Чимни, Хен және Бакпен бірге капитан Бобби Нештің басшылығымен қызмет етеді. Бір күні таңертең олар станцияда жиналып, кофе ішіп, әзілдесіп отырады. Тағы бір қиын кезекшілікке дайындалып жатыр. Кенеттен Эддидің церебралды сал ауруына шалдыққан ұлы Кристофер күтушісі Карламен бірге станцияға келеді. Карла Кристофердің мұғаліміне жұма күніне дейін мектептегі баяндамасының тақырыбын айтуы керек екенін түсіндіреді және оның Эддидің шкафынан батырлық медалін тауып алғанын айтады. Бұл медальмен бірге әкемнің шашы да көтеріңкі болсын, дейді Кристофер қуанып. Карла медаль салынған қорапты Эддиге береді. Ал Бак таңғалып қарап қалады. Ол неге Эдди мұндай құрметті медальді тақпай жүргенін сұрайды. Эдди жай ғана оған лайықты киімі жоқ екенін айтады. Бак медальге қарап, ол менікі болса, ешқашан шешпес едім дейді. Содан соң Эдди ұлына қарап, медальді жұма күні мектепке алып барғысы келетініне сенімді ме деп сұрайды. Қуанып кеткен Кристофер тіпті әкесінің өзі келіп, медаль туралы сыныпқа айтып бергенін қалайтынын айтады. Бак әзілдеп, ондай оқиға 4-ші сынып оқушыларына жарамды ма өзі деп сұрайды. Эдди жұмсақ үнмен, бұл оқиға сәл ауырлау болуы мүмкін дейді. Бірақ Кристофер жалынып сұраған соң, Эдди бір нәрсе ойлап табуға уәде береді. Сол сәтте дабыл қағылады. Эдди ұлын қоштасып, соғыс оқиғаларын балаларға лайықты қылып айтып беремін деп уәде береді. Команда өрт сөндіру көліктеріне мініп, келесі шақыртуға аттанады. Оқиға орнында капитан Бобби Лос-Анджелес полиция департаментінің сержанты Афина Грантпен кездеседі. Афина олар жоғалып кеткен хейден есімді баланы іздеп жатқанын айтады. Ол әпкесімен бірге далада ойнап жүрген. Бірақ аналары түскі асқа шақырғанда тек қыз бала ғана оралған. Афина бастапқыда бұл адам ұрлауы деп ойлаған. Жақын жерде қарбалас жол бар. Бірақ ол баланың анасы Джоймен сөйлесіп тұрған кезде үйдегі ескі суреттен суды айдайтын диірменді көреді. Ол диірмен қазір жоқ, бірақ бұл маңда ескі құдық болуы мүмкін. Команда таралып, баланың атын атап, аймақты іздей бастайды. Эдди сынған шарбақты және жерде жатқан ойыншықты көреді. Ол еңкейіп алған кезде балаға тиесілі іздерді байқап, басқаларды шақырады. Олар қоқысты тазалап, тар әрі тасталған құдықты табады. Бірақ хейденнен әлі де жауап жоқ. Бобби құдыққа камера түсіріп көруді ұсынады. Кабель барған сайын тереңдеп барады. Бірақ 10 метрге жеткенде де бала көрінбейді. Афина бала мұндай биіктіктен құлап аман қалама деп сұрайды. Хен құдықтың тарлығы оның құлауын баяулатқанын айтып, үміт бар екенін түсіндіреді. Міне сол жерде, дейді біреуі. Камера баланы 13 метр тереңдіктен көреді. Экранда құдық ішінде оның денесі тығылып, қолдары кеудесіне қысылып қалғаны көрінеді. Кеудесіне түсіп тұрған қысым оған демалуға кедергі келтіруде. Ал бұл тереңдікте ауада жетпейді. Команда дереу құдыққа оттегі жібере бастайды. Сол кезде есеңгіреген Джой жүгіріп келеді. Құтқарушылар оған баласының тірі екенін айтып, сабырға шақырады. Команда іске кіріседі. Комиссар олармен кеңесіп, бұл 15 метрлік құдық жерасты су көзі үстіне қазылғанын айтады. Егер бала тағы 5-6 футқа сырғып кетсе, тұншығып қалуы мүмкін. Құтқарушылар оны жоғарыдан тартып шығара алмайтынын түсінеді. Резервуар жағынан жетуде қауіпті, онда басқа құбырлар немесе су ағатын жолдар болуы мүмкін. Бак тығырыққа тіреледі, онда хейденді қалай шығарамыз деп сұрайды. Сол кезде Бобби батыл идея ұсынады, қазып шығарамыз. Ол жоспарды түсіндіреді, олар бұрғылау қондырғысын пайдаланып, құдыққа параллель, бірақ кеңірек әрі тереңірек туннель қазады. Сосын қолмен қабырғаны бұзып, баланың тығылып қалған жеріне жетеді. Бобби командаға сенім артуды сұрайды. Бірақ ескертеді, егер құбыр жарылса, бәрі құлап кетіп, бала аман қалмайды. Күн бата бастағанда ондаған құтқарушы іске кіріседі. Афина Боббиге келесі шақыртуға кетпес бұрын бірнеше офицер көрермен тобын бақылау үшін қалады дейді. Бобби таңырқап сұрайды. Қандай топ? Афина жаңалықтар арналарынан келген көліктерді көрсетеді. Осы кезде дауыл жақындап келеді. Қатты жаңбыр мен екпінді желдер онсыз да нәзік құтқару операциясын бұзуы мүмкін. Ақыры бұрғылау қондырғысы орнатылып іске қосылады.
Бірақ құтқарушылар бір нәрсені байқайды: Хейден біраз уақыттан бері қозғалмаған. Олар оның жай ұйықтап қалғанына үміттенеді. Бобби оған радио түсіріп көруді ұсынады. Бірақ ешкім сигналдың қаншалықты тереңге жететінін білмейді. Хен Джойға ұлынмен сөйлесуді ұсынады, баласына көмек келе жатқанын айту үшін. Бак рацияны шамамен 12 метрге дейін төмен түсіреді, бірақ сигнал үзіліп кетеді. Ол рацияны сәл жоғары тартып, Хейден анасының дауысын ести алатындай етіп орналастырады. Джой жұмсақ дауыспен ұлына басын көтеруді сұрайды. Хейден қозғалғанда бәрі жеңіл тыныс алады, ол тірі екенін біледі. Джой бәрі жақсы болатынын айтып уәде береді, бірақ жылап жібереді. Рацияны Эдди алып, Хейденге көп ұзамай шу басталатынын, бірақ сабыр сақтауы керектігін ескертеді. Сол сәтте жаңбыр күшейе түседі. Бобби құдықтың аузын жабуды және жаңбыр суын басқа жаққа бұру үшін арық қазуды тапсырады. Бак туннелді 12 метрге дейін қазғандарын, бірақ нөсердің салдарынан жұмыс баяулағанын айтады. Енді оларға 1 сағат емес, 2-3 сағат қажет. Хен уақыттың таусылып жатқанын ескертеді. Бала құдықта 10 сағаттан астам уақыт бойы, және ол гипотермияға ұшырауы мүмкін. Найзағайлы дауыл жақындап келеді. Бірақ Бобби лебедкамен керек жарақты дайындауды бұйырады. Эдди өзі төмен түсіп, баланы алып келуге ұсыныс білдіреді, өйткені бала оның дауысын естіген. Флешбек. Шеннон Эддиге ренжулі, ол әскерге қайта қосылғанын айтпаған. Эдди отбасын асырау үшін ақша керек екенін түсіндіреді, бірақ Шеннон оған өзімен болу маңызды екенін айтады. Ол жұмысқа тұруға дайын екенін, бірақ Эдди бәрін өзі шешуге тырысатынын сынайды. Қазіргі уақытта Эдди дайындалып жатыр. Бобби судың көтеріліп жатқанын айтып, оған қосымша оттегі баллонын береді. Қарым-қатынас жоғалатын болғандықтан, Бобби арқанды 2 рет тарту, мені көтеріңдер деген белгі екенін түсіндіреді. Комиссар ауа райының нашарлауына байланысты операцияны тоқтатқысы келеді. Бірақ құтқарушылар баланы анасымен қайта қауыштырғылары келеді. Эдди таймерді іске қосып, оны төмен түсіреді. 9 метрде сигнал жоғалады, бірақ Эдди прогрессін хабарлауды жалғастырады. Ол ақыры әлсіреген Хейденге жетеді. Бірақ Чимни рациямен камерадан сигнал жоғалғанын хабарлайды. Эдди бала жартылай суға батып қалғанын айтып, көбірек уақыт сұрайды. Бірақ Боббидің құлағына тек шуды ғана естиді. Уақыттың тек 1,5 минуты қалғанын біліп, капитан жоспарда қалуды шешеді. Бак Эддиге көбірек уақыт беруді ұсынады. Бірақ Хен баланың лай жұтып жатқан болуы мүмкін екенін ескертеді. Эдди Хейденге жетіп, оның қолынан ұстайды. Бірақ уақыт таусылып, Бобби арқанды тартуды бұйырады. Баланың қолы сырғып кетіп, Эдди мен әлі бітірген жоқпын деп айқайлайды. Бірақ оны ешкім естімейді, арқан тартылады. Эдди арқанды кесіп, қайта төмен сырғанайды. Бак арқанның салмағы жеңілдеп кеткенін байқап, сасып қалады, арқан кесілген. Эдди құдық түбіне жеткенде, өткеннің естеліктері қайта жанданады. 2015 жылы Ауғанстанда ол Шеннон және Кристофермен бейне қоңырауда сөйлесіп отыра. Байланыс нашар. Шеннон анасының 3-ші сатыдағы қатерлі ісікке шалдыққанын айтып, Эддиден тезірек үйге келуін өтінеді. Эдди тікұшаққа отырып, бәрін реттеуге уәде береді. Бірақ байланыстағы үзіледі. Тікұшақ жаралыларды алып қайтып келе жатқанда, шабуылға ұшырап құлайды. Кешке Эдди есін жинап, базамен байланысады. Жаралыларды қауіпсіз орынға апаруға шешім қабылдайды. Барлығы шыққаннан кейін Эдди тірі қалмаған жауынгер Грекстің денесін шығарып үлгереді, артынан тікұшақ жарылып кетеді. Жараланған Эдди орға тығылып, қорғанады, бірақ иығынан оқ тиеді. Ауырсынған күйде медальонды суырып алып, Шеннонның оны сақтауды тапсырғанын есіне алады. Сол сәтте тікұшақ көмекке келіп, оларды құтқарады. 3 айдан соң Эдди ақшқа оралып, ерлігі үшін медальмен марапатталады. Бірақ өзін батыр санамайды, кез келген адам солай істер еді деп есептейді. Құдықта жатқан Хейден анасын шақырып, Эдди қайта оралады. Таңертең Кристофер Эдди оятады. Әкесі анасының қайда екенін сұрайды, ұлы ол кетіп қалды дейді. Эдди төсектен атып тұрып, стелден Шеннонның хатын табады, оған біраз уақыт қажет болған. Хейденді ақыры туннельге шығарып, көрпемен орайды. Чимни келіп, оны алып, қалжыңдап арқанды енді кеспеуін сұрайды. Хейденді жоғары шығарады, Джой ұлын құшақтайды. Хен оларды тексеруге алып кетеді. Эдди де жақсы екенін айтып, жаңа арқан сұрайды. Бірақ сол сәтте найзағай бұрғылау құрылғысына түсіп, туннель құлап, Эдди тұтқынға түседі. Бак құлаған жерге жүгіріп барып, Эддиді шақырады. Ол жаңа туннель қазуды талап етеді. Бірақ құрылғы істен шыққан жолдар су астында қалған. Чимни қауіптің үлкен екенін ескертеді. Бак ашуға мініп, команда Эддиді құтқарғысы келмейді деп кінәлайды. Бірақ бәрі оның тірі екеніне сенгісі келеді, тек қалай құтқарарын білмейді. Эдди қайтадан өткенге оралады. 2017 жылы ол армиядан шығып, Лос-Анджелесте өрт сөндіруші болмақ. Ата-анасы Кристоферді өздерімен қалдыруды ұсынады, өйткені Эдди оны көре алмайды. Бірақ ол әйеліндей ұлын тастап кетпеймін деп, ұлын өзі сұрайды. Бала әкесін сағынғанын айтып, онымен бірге тұруға қуана келіседі. Жер астында Эдди оттегісіз қалады. Сол сәтте комиссардың су құбырлары мен туннелдер туралы айтқаны есіне түсіп, суға сүңгиді. Ол армиядан кеткеннен кейін 118-ші бөлімде нағыз отбасы тапқанын, ұлына бақыт сыйлағанын
өзі қажет адам екенін еске түсіреді. Ақыры ол жарықты көріп, егістіктің жанындағы көлдің бетіне шығады. Полицейлік тікұшақтар ауданды термобақылаумен шолып жүргенде Эддиді байқап қалады. Ол әлсіреген күйде жерге құлап түседі, бірақ Бобби мен Бак оны ұстап үлгереді. Кен оны тексеріп, үйіне қайтаруды ұсынады. Жұма күні Эдди мектепке ұлының сабағына келеді. Кристофер әкесінің медалі мен марапат қағазын партаға қойып, баяндамасын оқиды. Кейін ол әкесінен медальді қалай алғанын айтып беруін сұрайды. Эдди ұшқышсыз тікұшақтан сарбазды құтқарғанын айтып береді. Бір бала медальді тағып жүре ме деп сұрағанда, Эдди тек бір әшекейді тағатынын, Сент Кристофер медальоны екенін айтады. Ал сен ше, біреуді құтқару үшін өміріңді қауіпке тігер ме едің? Әлде өзіңді бірінші орынға қояр ма едің? Пікіріңді төменде қалдыр.